Құрметті студенттер, мына қазіргі бүгінгі дизайн және жарнама пәнінің қорытындысын сіздерге былай жоспарлап айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Мына негізгі жарнама және дизайн мамандығында тауарлардың жаңағы өтуі, жаңағы экономикалық іс-әрекеттерге байланысты көптеген мысалы жаңағы іс-шаралар, қимылдар, дизайндық жұмыстар ол өте маңызды рөл ойнайды. Сондықтан біздің қайталау тақырыбы болғандықтан сіздерге жалпы былай сипаттама беріп кетейін. Бір қарапайым бір мысал арқылы сіздерге бір жеткізуге тырыссам, мысалы Совет үкіметі неге тарқып кетті, неге экономикасы солай құлдырап кетті? Біріншіден, Совет үкіметінің кезінде жарнама деген алдыңғы қатардағы бұлай рөл ойнаған жоқ. Ол бір. Екіншіден, шығарылған өнімдер бір бағада стандартты түрде болды. Екіншіден, ол мысал келтіретін болсақ, газ пешаттыре мысалы машинесі Қырғызстанда жиналды. Оның негізгі жаңағы былай айтқанда саймандары Ресейде шығарылды, Урал заводында шығарылды, газ автозаводында шығарылды. Содан мысалы Қырғызстанға жеткізу үшін 6-7 мың километр мысалы жүруге тура келетін. Сол аралықта запчастарды мысалы Қырғызстанға жеткізеді, қырғыздар оны жинайды, жинап болғаннан кейін барып нарықтық жаңағы баға қойылады. Ал Урал заводтан Ресейден алып келінген мысалы 4-5 мың километрлік жол ақысы олар есептелмеді. Сондықтан бұл жерде тек қана жаңағы шығарылған товардың құнымен ғана бүкіл жаңағы шыққан жол ақы деген сияқты оны тиеу, жеткізу, сақтау деген сияқты барлық іс-шаралардың бәрі соған байланысты болып қалды, тәуелді болып қалды, былай айтқанда. Тура сол сияқты барлық жаңағы товарлар, мысалы бір заводтан запчастары шығатын болса, екінші заводта жиналатын болса, үшінші заводта тарқалатын болса, үшінші орында, осылардың бәрі де былай айтқанда кризиске әкеліп соқты. Ал қазіргі кезде қалай? Біздегі жоспарлы экономика болатын болса, ол қазіргі нарықтық қатынастарда бұл ең бірінші жарнамаменен шектеледі. Бірінші товардың шығу сапасы, товардың жаңағы қолданысқа жіберілетін жаңағы оның өнімділігі, содан кейін жаңағы өндіріске пайдасы, кейбір зияндары барлығы ескеріле отырып, осылай жарнама беріледі. Бұл жарнамалардың бәрі де әрине дизайнерлерге тікелей байланысты, тікелей маңызды. Сондықтан жаңағы алдын ала айтып кеткеніміздей, қазіргі кезде Google каналы бар, YouTube каналы бар, содан кейін Instagram каналы бар, жалпы жарнамалық нелерден басқа телефон арқылы да, WhatsApp арқылы да кез келген жаңағы былай айтқанда бұйымды жарнамалап, оны былай айтқанда тұтынушыларға ұсынып, олардың тиісті жаңағы жауаптарын алып таратып отыруға мүмкіндіктері өте жақсы, өте қолайлы. Екіншіден, мысалы айтайық, кез келген шығарылған заттарды оның Совет үкіметіндегі кезіндегі ең қымбат жаңағы ең мысалы былай айтқанда дефицит дейміз ғой, сондай
материалдар арқылы жасалынған өңделген материал нелерді қазіргі кезде былай айтқанда өте арзан, өте неменен былай айтқанда теңестіріп кетеді. Былай айтқанда кезінде стационарный метод дейді. Содан кейін және де тағы да басқа методтар бар, мысалы әдістер бар. Заводтарда, фабрикада қолданылатын. Қазір адам істейтін сондай әдістерді роботтар атқарып отырады мысалы. Бұл да өте тиімді, жаңағы өте пайдалы сондай өнімдер болғандықтан, жұмыс несі болғандықтан, қазіргі кезде нарықтық қатынастар өте тез даму қарқынын, жылдам қарқын алудың бір себебі болып отыр. Екінші бір жай ғана бір мысал алатын болсақ, қазіргі кездегі мысалы Украинадағы пайдаланып жатқан құралдардың өзі, мысалы кейбір истребительдердің нелерінің қызметтерін атқарып кетеді. Міне осындай арқылы біз жаңағы товарлардың, содан кейін жаңағы өндірілетін өнімдердің жаңағы барлық нелерін біз паш етіп жаңағы жариялай алуға мүмкіндік алып отырмыз. Міне осындай көптеген мысалдар бар, мысалы келтіретін әрине. Міне сол мысалдардың күрделі түрлерін мен қысқаша атап өттім. Назарларыңызға рахмет.